Көктемгі су тасқынына дайындық қалай жүргізіліп жатыр? Төтеншеліктердің төтеп берер қауқары мен қабілет қарымы қандай? Осы сауалдарға жауап беретін дәстүрлі көктем 2019 оқу жаттығуы Орал қаласында да ұйымдастырылды. Төтенше жағдайлар департаменті құрылымдарының жеке құрамы түгел қатысқан республикалық шара туралы журналист Лұқпан Елеу Хашып айтады. Бүгін қала іргесіндегі Деркөл өзенінде екі бірдей қайғылы оқиға болды. Хабар түсісімен дереу атқа қонған жедел жәрдем және төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері бірден құтқару жұмыстарына кірісті. Бұл оқиға әрине оқу жаттығу шарасы аясындағы қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін жасалған әрекет болатын. Төтеншеліктердің қарекеті ол үйренумен жаттығу. Себебі су мен от тілсіз жау болғандықтан апат айтып келмейді. Қатердің қайдан келерін болжау мүмкін емес. Сондықтан жазатайым оқиға кезінде шұғыл әрекет ету әдістерін меңгерудің мәні зор. Әсіресе көктемгі тасқынға тосқын жасау күн тәртібіндегі басты мәселе. Бүгінгі таңда су басу қаупі бар Тасқала, Қазталов және облыс орталығы маңындағы өзендер болып тұр. Өздерің білесіңдер, бірінші Деркөлдің суы ойнайды, содан кейін барып Чагандық, сосын барып жайық көтеріледі ғой. Сол жайық көтеріледі деген уақытта бір жұма, 10 күн бұрын оған дейтін мына жергілікті полиция қызметі дейтін бекеттерін қояды да, біздер дейтін оларды эвакуациялық пунктқа көшіреміз. Көктемгі су басу мүмкіндігі бар аймақтар үшін дайындық жұмыстарын тиісті мекеме қызметкерлері нақтылау үстінде. Қажетті құрал жабдықтар мен техникада жеткілікті көрінеді. Жеке құрамның саны дейтін почти 2500, 700-ден астам техникамыз бар. 156 тонна жанармай бар. Біздерде қазір 18.000 тонна инертный материалдарымыз бар. Биыл 3-ші жыл өзендерде қыс бойы қатқан мұздарды кесіп аршу қолға алынып отырғаны мәлім. Бұған дейін мұз жару жұмыстарын жүргізу тоқтатылды. Себебі судағы балықтардың қырылуына әсер береді. Осыған орай өткен жылы облыстық бюджеттен қаржы бөлініп, 2 мұз кесетін құрал сатып алынған. Енді қазір жігіттер жұмыс жасап жатыр. Үйренді. Енді биылғы жылы осы жұмыстарды біздер жалғастыратын боламыз көктем кезде. Енді мотобор деп айтамыз, онда құралдарымыз бар. Қазір енді мына қаланың облыстық мұнаға облыс аймағында қай жерлерде қиындық жағдайлар болады, біздің жасақтың қызметтері сол жерде жұмыс жасайтын болады. Департамент құрамындағы медициналық психологиялық қызметінде де өз істерін жетік меңгерген мамандар жұмыс жасайды. Солардың бірі осы қызметтің жетекшісі сала үздігі Нұрмұқан Жұмағалиев. Со паводок кезіне бәріне құтқару және алғашқы жәрдем көрсетуге бәрі әзір. Өзіміздің специальный модульдарымыз бар, бәрі ішінде оборудование, бәрі түгелдей алғашқы медицина көрсетуге, жаңа пострадавшыларға. Сол дайындық бәрімізде дайын деп ойлаймын өзім. Республикалық көктем 2019 оқу жаттығу өңіріміздің барлық аудандарында да өткізілді. Соның ішінде Кенді Мекен Бөрлі ауданында ұйымдастырылған шарада талапқа сай болды деп айтуға толық негіз бар. Бұл ауданда көктемгі су тасқынына дайындық осы айдың орта шенінде басталып кеткен. Дәстүрлі оқу жаттығуда тек төтеншеліктердің ғана емес, өзге де мекеме кәсіпорындан техникаларының әзірлігі тексерілді. Аудан бойынша уақытша бөгеттерді тұрғызу үшін 6000 қап 4000 тонна құм дайын. Дәрі-дәрмек пен азық түлікте жеткілікті. Негізгі барысы барлық мекемелердің, коммуналдық служба мекемелерінің көктемгі су тасқынына дайындығы. Қазіргі өздеріңіз көріп тұрғандай барлық службалар, 12 служба бар ауданымыз бойынша. Солардың дайындығы тексерілді, қаралды, көктемгі су тасқынына дайындығы. Сақтық шараларына ден қойған төтеншеліктердің осылайша көктемгі көңіл күйге кірбің түсірмейтіндігіне сенім мол. Лұқпан Елеу, Айым Нұрғалиева, Нұрлан Едеріп, Александр Апчеников және Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.